Сәлем қадірменді көрермен. Базардан күйеу жігіт сатып алуға бола ма? Егер біз Үндістанның Бихар провинциясындағы Мадхубани қаласы туралы айтатын болсақ, онда иә. Мұнда әлемдегі ең оригиналды нарық жұмыс істейді. Бұл сондай-ақ неке агенттігі немесе ескі танысу сайты секілді. Күйеу базардың рынок мужей 700 жыл бойы жұмыс жасап жатқанын сіз білдіңіз бе? Үндістан мәдениеті, моральдары мен дәстүрлер туралы шексіз талқылауға болатын ел. Олар соншалықты қызықты, көп қырлы және еуропалықтардан ерекшеленеді. Үнділік отбасында көптен күткен ұлдың пайда болуы жаңа гүлденген өмірге сәтті билет, және негізінен Үндістанда еркектерге құдай ретінде қарайды. Үндістанда қыз бала туылуы қарғыс болып саналады. Олардың болашақ өмірі көп шектеулер мен кемсітушіліктерге тап болады. Бүгін мен үндістер арасындағы отбасылық қарым-қатынас туралы айтатын боламын. Үнді әйелдері туралы бәрі азды көпті түсінікті болса, көбінесе олардың күйеулерін әкелері немесе үлкен ағалар таңдайды. Ал ер адамға әйел табу мәселесі әлде қайда қызықты. Өйткені үнділік ер адамдар өздерінің жарын іздеуге базарға барады. Жоқ, әрине, сіздер ойлап отқан көкөніс, жеміс-жидек, жаңа піскен ет сатып алатын базарды тура мағынада айтып отырған жоқпын. Яғни үндістандық күйеу жігіттер базары. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Күйеу жігіттер базары жыл сайын бойдақ мәртебесін тез жоғалтқысы келетін, мыңнан астам ер адамды тартатын бірегей жер болып табылады. Үндістандағы күйеу жігіт базары Саурат Мела немесе Сабхагачхи деп аталады. Жыл сайын шілде айында Бихар штатының Мадхубани аудандағы жергілікті базарда өтеді. Жылына 9 күн Мадхубани қаласы өзгереді. Орталық алаңда бодхи мен манго ағаштарының арасында Сабхагачхи базары ашылады. Онда күйеу жігіттер өздерін көрсетеді. Бихардың және Үндістанның шығысындағы көршілес аймақтардың көптеген тұрғындары аукционға қатысу үшін бірнеше жүз шақырым жол жүреді. Киінген, таза, байсалды еркектер базардан өз орындарын алады. Содан тұрмысқа шығатын қыздары бар отбасылар келеді. Ежелгі уақытта Сабхагачхи көптеген адамдарды жинады. Бүгінде оның танымалдығы соншалықты үлкен емес, бірақ күйеу жігіттердің сұранысы сақталады. Көптеген ондаған жылдар бойы қала әкімшілігі Сабхагачхиде жұбайларын тапқан адамдардың санын көрсететін арнайы кітаптарды сақтап келеді. Бұл шара 9 күнге созылады. Оның барысында қалыңдықтар отбасылармен бірге базарға барады. Олар шын мәнінде болашақ күйеулерін қолжетімділігіне қарай таңдайды. Бір қызығы, бұл жағдайда күйеу жігітті таңдау дәстүрі тек ішінара жұмыс істейді. Әрине, олардың қызына жұбайын таңдайды. Дәлірек айтсақ, ата-анасы сатып алады. Бірақ бұл жағдайда қыздың да дауыс беру құқығы бар, атаулы болса да. Отбасы күйеу жігіттер қатарының арасымен жүріп, мұқият қарап сұхбат ұйымдастырады. Күйеу жігітке барлығына қатысты көптеген сұрақтар қойылады. Шығу тегі, жұмысы, табысы, білімі. Бірақ күйеу жігіттер қалыңдық үшін алғылары келетін белгілі бір соманы немесе мүлікті сұрайды. Көбінесе бүгінгі күннің отбасылар арасындағы келіссөздер кезінде 3 сұрақ қойылады. Каста туралы, білім туралы, кәсіптер туралы. Диплом немесе кем дегенде жақсы мектеп сертификаты. Үндістанда бұл күндері күйеу жігіттің мүмкіндігін және қалың малын мөлшерін айтарлықтай арттырады. Сонымен Сабхагачхи күйеу жігіттер базарын 7 ғасырдан астам бұрын Карнат әулетінен шыққан Раджа Хари Сингх әртүрлі әлеуметтік топтардағы әйелдерге жар табуды жеңілдету үшін құрған. Әдетте нарыққа келген ерлердің бағасы оның қаржылық мүмкіндіктеріне, сондай-ақ білім деңгейіне және отбасылық жағдайына байланысты белгіленеді. Сондықтан әуелі қалыңдықтың отбасы күйеу жігіттен оның куәлігін, туу туралы куәлігін, білім туралы дипломын және басқа да құжаттарды көрсетуін сұрай алады. Айтпақшы, бұл процестегі ерлерде шағымданбайтын тауар емес. Олар өздерінің бағасын белгілей алады және отбасының ұсынысымен келісе алады, немесе келіспейді. Қалыңдық күйеу жігіттер нарығында ақша маңызды рөл ойнайды. Сондықтан олар айтқандай, мұнда мәміле көбірек орын алады. Бірақ бір ескерту бар. Негізінде қалың мал Үндістанда ресми түрде тыйым салынған және күйеу жігіттер нарығының басты мақсаттарының бірі дәл осы салтты жою болды. Алайда күйеу жігіттер үшін тыйымдарға қарамастан қалыңдықтың отбасынан алынатын қомақты қаржы негізгі талаптардың бірі болып табылады. Қалыңдықтар мен олардың отбасыларының арасында ең танымалы әрине жас жігіттер. Үлкен күйеу жігіттерге сұраныс онша көп емес, ал ерекше жағдай тек бай және ауқатты ер адамдар үшін жасалған. Сондай-ақ күйеу жігіттің мамандығына ерекше назар аударылады. Инженерлер, дәрігерлер және мемлекеттік қызметкерлер
қалыңдықтардың отбасыларының назарын аудартады. Нарыққа шаруалар мен қарапайым халық өкілдері ғана барады деп ойлаудың қажеті жоқ. Жақында Сабхагачкиден репортаж кезінде Ал Джазира телеарнасы инженерлер, дәрігерлер, мұғалімдер мен мемлекеттік қызметшілер өздерін ұсынатын бейнебаянды көрсетті. Және бұл жағдай ешкімді алаңдатпайды. Қалыңдықтың туыстары күйеу баласының сөздерін растауды сұрауы мүмкін. Сондықтан күйеу жігіттер білімі туралы құжаттар мен жұмыс істейді деген құжаттарды өзімен бірге алып жүреді. Үндістанның ақсақалдары Бихардағы нарық сияқты дәстүрлі келіссөздерді қалыпты деп санайды. Сондай-ақ Үндістанда бір рудың өкілдерінің некеге тұруына тыйым салынған. Қалыңдық пен күйеу жігіттің 7 ұрпақта қарым-қатынас болмау керек. Сонымен қатар күйеу жігіттер базарында қалыңдықтардың отбасылары бір кастаның ішінен таңдауды табуға тырысады. Өйткені Үндістанда касталық шектеулер әлі күнге дейін сақталған және қатаң түрде құрметтеледі. Бірақ Сабхагачқа күйеу жігіттер базарына тек ауқатты азаматтар келеді деп ойлауға болмайды. Кедейлер де бақытты болғысы келеді. Алайда олардың ұсынатын ерекше ештеңесі жоқ және олардың үйлену тойын тойлауға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан үйлену тойын өткізуге болатын бай ата-анасы немесе туыстары жоқ ең кедейлер үшін бір уақытта 300-ге дейін жұп қатысатын ұжымдық тойлар ұйымдастырылады. Мұндай мерекелер нағыз үйлену тойын армандайтын кедей жұптарды бақытты етіп қана қоймай, сонымен бірге кармасында плюс тапқысы келетін үнді миллионерлерінің қайырымдылық түрі болып табылады. Меценаттар кедей отбасынан шыққан қызды күйеуге беру арқылы олар өз кезегінде Құдай жарылқайды деп есептейді. Бүгінде Бихардағы күйеу жігіттер базары бірнеше онжылдықтағы бұрынғыдай танымал емес, бірақ ол әлі күнге дейін жергілікті көрнекті нәрсе болып табылады және елдің түкпір-түкпірінен мыңдаған бойдақтарды тартады. Олардың көпшілігі бір жанның немесе отбасының таңдауы болу үшін бір күнге дейін үлкен қашықтықты жүріп өтеді. Үндістанда ажырасулар саны соңғы деректерге сүйенсек күрт өсті. Бұл жерде бұрындай ажырасу саны көп болмаған. Көптеген адамдар ажырасуға ең басты себеп жастардың интернетте, жұмыста және басқа жерлерде бір-бірімен танысуы деп санайды. Сонымен қатар жастар отбасылардың айтуынша касталық және материалдық мүмкіндіктер айырмашылығын, демек өмір салты мен дәстүрлердің айырмашылығын ұмытады. Мұнда отбасылар арасындағы сәйкестік қалыпты және тіпті қолайлы нұсқа болып саналады. Өйткені туыстар сезім мен эмоцияға алданбай, қалыңдық пен күйеу жігіттің бір-біріне каста мен мәртебеге сәйкес келетін міндетті түрде біліп, қаржылық және мүліктік мәселелерді талқылайды. Ал сіз бұл базар туралы не ойлайсыз, қадірменді көрермен? Егер бізде де Қазақстанда күйеу жігіт базары болса, қалай болар еді? Осы жайлы комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз, қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.